Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын суреттерге қарайықшы. Суретте қандай құстар бейнеленген? Бірінші суретте аққудың суреті. Білесіздер ме? Аққу ешқашан жалғыз жүрмейді. Ол әрқашан өзінің сыңарына адал құс. Қарлығаш өзінің достығымен ерекшеленген құстардың қатарында жатады. Өйткені ол туралы аңыздар өте көп. Тоқылдақ, ол орман дәрігері, өте қамқор құс. Ал бұлбұл әнші, керемет ән салады. Мына тоты құстай таралған деген сөз бар. Яғни тоты құс әдемі құстардың қатарына жатады. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар біздің досымыз. Жаңа сөздер. Құстар, оя, бұтақ, балапан. Сабақтың мақсаты көптік мағынаны ажыратуды үйренесің. Құстардың жақсы қасиеттері білесің. Тыңдалым. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Ұя жасап тақтайдан, талға барып байладым. Күтемін мен шаттанған, жыл құсының сайрауын. Қастек Баянбай. Оқушылар, өлеңде қай жыл мезгілі туралы айтылған? Әрине, бұл көктем жыл мезгілі. Енді мына грамматикалық кестеге назар аударайық. Көптік мағыналы сөздердің жасалу тәсіліне тоқталайық. Ол әрине лар, лер, дар, дер, тар, тер жалғаулары арқылы жасалады. Мысалы, құстар әдемі, балапандар көп. Бұл жерде құстар деген сөздің негізгі түбірі құс, тар ол жалғау, көптік жалғау. Ал балапандар деген сөзде балапан негізгі сөз болса, дар ол көптік жалғау. Яғни бұл жерде біз балапан деген сөзден бір ғана балапанды білетін болса, балапандар деген сөзден біз көп бірнеше балапанның бар екенін байқаймыз. Оқылым. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Балалар, мұқият тыңдаймыз. Мәтіннен кейін біз сұрақтарға жауап беруіміз керек. Балалар ойнап жүріп, құстың ұясын көрді. Ұяда 2 балапан бар екен. Балалар балапандарды үйіне әкелді. Әкесі балаларына, бұл балапандарды ұядан неге алдыңдар? Олардың анасы жоқ, өліп қалады ғой, деді. Балалар балапандарды ұясына апарып қойды. Енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар нені көрді? Балалар құстың ұясын көрді. Ұяда неше балапан бар екен? Ұяда 2 балапан бар. Балалар балапандарды қайда әкелді? Әрине, өте жақсы. Олар үйлеріне әкелді. Әкесі не деді? Олардың анасы жоқ қой, неге алып келдіңдер деді. Келесі тапсырмамыз айтылым. 3-ші тапсырма сыныптасынан сұра. Яғни бұл сұрақтарға оқушылар біз жоқ деп қысқаша жауап беруімізге болады. Бірінші сұрақ. Ағаштың бұтағын сындырған дұрыс па? Ағаш отырғызған дұрыс па? Құстарға жем шашқан дұрыс па? Құстың ұясын бұзған дұрыс па?
Құстарға ұя салған дұрыс па? Гүлдерге су құйған дұрыс па? Орманда қалдық заттары тастаған дұрыс па? Үй тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Құстардың жақсы қасиеттерін тауып жаз. Керекті сөздер: адалдығы, достығы, қамқорлығы, әдемілігі, әншілігі. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.